Ассаламу алейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі шығарылымда сіз білмейтін нәрсені айтқалы отырмын. Лос-Анджелесте мұнай өндіреді екен. Оны мен қалай білдім десеңізші, Санта-Кларита дейтін кішкентай қалашық Лос-Анджелес аймағына кіреді. Сол аймақта бірнеше қалалар бар. Эль-Сегунда, Торренс, әртүрлі көп кішкентай қалашықтар бар. Сол қалашықтың біреуі Санта-Кларита. Сол жерде мен үй жалдаған, осы түсіріп жатқан жерім. Сөйтіп үйге келе жатқан кезде жаңағыдай мұнайға қатысты жаңағыдай саймандарды көріп таңғалғанмын. Бірақ мұнай емес, су шығар деп ойлағанмын, үйден жерден су қазып жатқан шығар деп. Сөйтсем Google-ды ақтарып қарасам, шын мәнісінде жаңағыдай мұнайды өндіреді екен. Мұнай бар екен осы Лос-Анджелестің жерінде. Енді сол мұнайды қалай өндіретінін көріңіздер. Негізі мына жақта Лос-Анджелес Эль-Сегунда дейтін қала бар. Эль-Сегунда испан тілінде екінші деген сөз, ағылшынша second. Сол Chevron компаниясының бензин шығаратын заводын, екінші заводын сол Эль-Сегунда дейтін жерден соқты. Негізі ол жердің аты басқа еді-ау деймін бұрында. Сөйтіп екінші завод болған екен, сол жерді жағдай Эль-Сегунда деп атап кетті, екінші деген сөз. Сөйтіп қараңыздар, Санта-Кларита аймағында, яғни Санта-Клаританың жерінде мұнай, ал ана жерде бензин өндіретін завод болды. Енді бай болмағанда кім бай болады? Лос-Анджелес бай болады. Бірақ сонда да бензин қымбат. Ал арнамда қалыңыздар, сол түсірген сюжеттерімізді көріңіздер. Сау болыңыздар. Мінеке ағайын, біз Санта-Кларита қаласының бір жерінде тұрмыз. Санта-Кларита негізі Лос-Анджелестің қаласына кіреді, аймағына. Негізі Лос-Анджелес аймағына бірталай енді ауыл деп атайық, олар оны ауыл демейді, қала дейді. Санта-Кларита сияқты, Торренс, Редонда Бейч деген әртүрлі бір аттар болады. Сол ауылдардың жиынтығын Лос-Анджелес деп атап қойған, сөйтіп шекарасын сызып Лос-Анджелес аймағы деп атайды. Сол үшін біз әр жерде тұрамыз да, Лос-Анджелестің аймағында, бірақ бәрібір Лос-Анджелесте тұрамыз деп айтамыз негізі. Ал Лос-Анджелес өзінің бір қала ретінде шекарасы, бірақ ол кішірек аймағынан ортасында тұр. Лос-Анджелестің орталығы болып есептеледі. Сол біз енді мына қазір оңтүстік жақтамыз, сол аймағында. Бірақ Лос-Анджелестің аймағының ішіне кіретін жер, көрдіңіздер ғой, міне кәдімгідей мұнай өндіретін жер бар бұл жерде. Сөйтіп өтірік па шын ба, суды алып жатқан шығар жер астына деп ойлаған. Сөйтіп интернеттен қарасам, шынында да мұнай өндіретін жер екен Санта-Кларита баяғыдан. Мінекей, тамашалаңыздар. Экономикасы мықты аймақ қой негізі. Ал бірақ ешқандай иіс жоқ, ешқандай ластық жоқ. Негізі мына таудың ар жағында, тау емес ма, осы төмпештің ар жағында осындай өте көп жаңағыдай качалкалар тұр. Качалка дейді ғой, орысша, қазақша сол мұнай тартатын құрал ғой. Осындай бір талай 10 шақты, 20 шақты, 30 шақты құралдар тұр мынаның ар жағында, төмпештің ар жағында. Сол ағайын, сондай жаңалық. Өзім таңғалдым. Негізі бәрі экологиясы мықты жер, бәрібір тап-таза, ешқандай иіс жоқ. Себебін айтайын ба? Мына жерде толып атқан аңдар бар. Тура мына көшеге шығып кетеді, қояндар бар кәдімгідей. Өте көп қояндар бұл жерде. Яғни бір лас жер болатын болса, олар тұрмаушы еді бұл жерде.